Жалпы Қазақстан бойынша бізде орман қорының көлемі 4%-ның төңірегінде. 2 жыл бұрынғы Абай облысындағы өртті есептесек, одан да азайып кеткен болуы әбден мүмкін. Қалған жерлер шөл және шөлейтті далалық аймақтарға жатады. Сол себепті де мемлекет басшысы осындай тапсырма берген болатын, орман қорының көлемін көбейту туралы. Енді үкімет осы сессияда осымен 3-ші мәрте әрекет жасап отыр. Осы мемлекеттің қорғауындағы, мемлекеттің меншігіндегі орман қорын соны иелік етуді өздеріне алып қоюға бағытталған әрекеттердің. Бірінші рет осыдан 2023 жылы ерекше қорғау туралы заңға, ерекше қорғалатын аймақтар туралы заңға тиісті өзгертулер берді. Ол кезде осы Бақытжан Жұмабекұлы бастаған біраз азаматтар біздер оған тойтарыс бердік, блокирующий норма енгіздік. Атын атап түсіністемей қояйын, арада біраз уақыт салғаннан кейін біздің бір әріптестеріміз арқылы сол заң жобасы басқа бір заңға кірді. Үтір нүктесіне дейін өзгерместен сол үкіметтің біз қабылдамай тастаған нормасын қайтадан беруге әрекеттенді. Оған да біз қарсылық таныттық. Енді міне 3-ші рет Астана туралы заңмен тағы да кіріп отыр.